Бірақ қараңыздар, Алла Тағаланың бұл үмметке берген үлкен нығметтерінің бірі не екен? Бұл бізді ең соңғы үммет қылып таңдау екен ғой. Неге десек, құдси хадистерде келгендей, Алла Тағала айтады екен ғой, сендер қабірлеріңде көп жатпасын деп ең соңғы үммет еттім деп айтады екен. Енді ол қабір не тозақ шұңқырларынан бір шұңқыр, не жәннат бақшаларынан бір бақша дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Жақсы болса қабірің ұзақ жатқаның жақсы да. Қиын дұрыс болмаса қиын онда ол. Және не дейді? Сенің үмметіңнің өмірін қысқа қылып қойдым дейді Алла Тағала айтады. Күнәні көп жасамасын деп дейді ғой, субханалла. Сендердің өмірлеріңді қысқа қылдым. Не үшін? Күнәні көп жасамасын. Сендерді ең соңғы үммет қылдым дейді Алла Тағала. Не үшін? Басқа үмметтер Мұхаммедтің үмметінің айыбын көрмес үшін дейді.